Тәкаппарлық дегеніміз махаббаттың жетіспеушілігі. Үнемі өзгелерден көмек күтіп жүретін адамдар ақыр соңында ештеңесіз қалады. Адамның ең үлкен менмендігі өзгелерді өзгертуге тырысуы. Адамдар барлық нәрсені байқағыш келеді, бірақ өз кемшіліктерін ешқашан байқамайды. Жан дүниеңізді кіршіксіз таза ұстаймын десеңіз, мына екі нәрсе үнемі есіңізде болсын. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт, өзгелердің саған істеген жақсылығын ешқашан ұмытпа. Ештеңеге көңілі толмайтын адам ең бақытсыз адам. Егер адам өз-өзімен жұмыс істемесе, шайтан оған өзгенің кемшілігімен айналысатын жұмыс тауып береді. Айналаңа жылулық сыйламасаң, өзіңді де ешкім сыйламайды. Қатесін түсініп, өкіну адамды жамандықтан тыяды. Отбасылық мәселелеріңізді ешкімге айтпаңыз. Өз отбасының мәселелерін өзгеге айтқан адам сол адамның құлы болады. Себебі адамдардың барлығы сіз ойлағандай мейірбан емес. Сондықтан отбасыңызды ешкімге мақтамаңыз да, даттамаңыз да. Егер де бойыңыздағы нәпсі мен құмарлықтан арыла алмай жүрсеңіз, демек сіздің бойыңызда тәкаппарлық бар деген сөз. Адам үшін өз жанының тазалығы мен тыныштығынан тәтті ештеңе жоқ. Өзгеге жақсылық тілегенің, өзіңе жақсылық тілегенің. Егер өзімізді өзгенің орнына қойып көрсек, көп нәрсе өзгерер еді. Бас июмен, үнсіздік танытумен әлсіз болып қалмайсыз. Қайта керісінше алапат ашудан құтыласыз. Егер біреу сізді сөзбен мұқатса, оған жауап беруге асықпаңыз. Сонда сіз өз үнсіздігіңізбен алдыңызда тұрған адамды шарасыздыққа душар етесіз. Адамдардың бұл өмірдегі миссиясы өзгеге жақсылық жасау, отбасын қорғау, жақынына көмектесу. Ең соңғы нүктені Құдайдың өзі қоятынын білмегенімде, бұл өмірдің әділетсіздіктеріне шыдай алмас едім. Барыңа шүкіршілік етсең, Құдай саған ешқандай қиындық жібермейді. Жаның тыныш болмаса, сенімсіздікке жол ашқан өзіңнен көр. Құдай бізді қашан менен көмек сұрар екен деп көп күтеді. Содан кейін ғана сұрағаныңызды береді. Кейде жаман еркекті құтқару үшін Құдай оған жақсы әйел жолықтырады, немесе керісінше жаман әйелді жолға салу үшін оған жақсы ер жолықтырады. Ешқашан жақындарыңызға шағымданбаңыз, себебі мұныңызбен Құдайға күңкілдейсіз. Отбасын құрып, бақытты өмір сүргің келсе, шыдамды бол. Сынақ пен қиыншылықтардан қорқу, ешкім мені ренжітпесе екен деу, және өзін өзі аяу, шынайы өмірден бас тартқан адамның ісі. Махаббат дегеніміз өзгенің қайғысына ортақтаса білу. Шындықты бетіне айту деген нағыз әдепсіздік.
нағыз жанашыр жан сөзді тауып керек кезінде және керек жерінде мейіріммен жеткізе біледі. Құрметті көрермен, біздің арнаға тіркеліп, ана тіліміздегі контентті қолдай жүріңіздер.